Bir, iki, üç. Все. Al Gülcevher canım. Ravşan. Kendi alıp çıkındır. Canım. Sana armiya geliyor. Benim armiyalarım var bu işler. Göründük. Az trafanızı sürküt sulamız. Devlet takısı. Oy nasıl esker küçükten diyelim. Kere bak. Tamam. Müzik. Foto, video ver. Aha. Kız. Sürdüm suretke. Domburaga da jengeme. Bu senin sözünün özü dombura. Sözünün özü Қазақтың Жақсы бесі. сөйледің ғой жаңағыда. Alayım canım. Ал енді құрметті туыстар, құдалар, құдашалар, бүгін үлкен қуаныштың куәсі болып отырмыз. Көптен күткен, ұзақ күткен, қай уақытта болса да осы қашан дәурен үйленіп Сәкен мен Ұлжантай келінді болады екен деп армандаған, сол армандарымыз мынадай қасиетті Рамазан айынан кейін жаңа құдашаларында айтып жатыр. Бір ай бойы оразада тілеп келеді осы дәурентай үйленсе екен деп. Міне сол қасиетті Рамазан айындағы дұға тілектердің барлығы қабыл болып, наурыз айындағы бүгін қасиетті осындай аппақ ақ шаңыраққа аппақ ақ келін келіп жатыр. Құтты болсын. Керемет, көптің тілегі көл деген міне керемет қуаныштарға болып жатырмыз. Исторический момент деп қоюға болады бұны. Ақ келініміздің аттаған, ақ босаған аттаған қадамы құтты болсын. Екі баламыз бақытты болсын. Бақыттары баянды, махаббаттары мәңгілік болсын. Ұстаған қолдары өмір бойы жазылмасын. Біздің қайнағамызбен менің абыстайыма тек қана бақыт әкелсін. Осы кісілер қуанышты, осы кісілер жарқырап жүрсе, ол осы келініміздің арқасы дейміз. Ұлжантайдың өзіне тартқан, Ұлжантайдың көңілі қандай әппақ жайдары болса, келініміз де сондай болсын. Себебі қазақта ырым бар. Келін деген қайынененің топырағынан дейді. Мен ойлаймын, өзің сияқты Ұлжантай сондай бір беделді, ақ көңіл, туыстардың арасында, ұжымының арасында сондай үлкен беделге ие болған бақытты келін болады деп ойлаймын мен. Қыз бала, жаңада айттым ғой мен, барған жерін бақытты етем деп келеді деп. Бақытты еткені күліп ойнап сіздерге ашық, аппақ, ақ жарқын көңілімен бір шәугім шайын дастарханын бізге келгенде жайып отырса, одан артық бақыттың қажеті жоқ. Bir sәлем де қоймайсыз бана қайнатасымен. Қазір айтамыз ғой, асып бақытты алыстан іздемеу керек. Бақыт деген осы отырысымыз біздің. Туған туысқандар, ет жақын Ұлжантай мен Сәкеннің туыстары жерде отырған. Бір осы отырған отырыс, бір ғанибет емеске дегенде, мен ешқандай басқадай бақытқа айырбастамас едім осы. Енді қазір бұл жерде Мератай келін қайын аталарым отыр мына жерде. Бірнеше қайын аталар отыр. Соларға бір сәлем жасап қоя қояйын алайын. Атын атамайын, қояйын енді. Бәрімізге арналған сәлемі келін. Енелер отыр. Өзім бастаған деп қояйыншы. Енелерге бір сәлем деп қояйын. Бақытты болайын алайын. Мына жерде кімнің, Дәуреннің нағашылары, толған нағашылар отыр. Бір сәлем нағашыларына. Қысқа қайын бекелері бар болар, бір сәлем қайын бекелерге, қайын сіңілілерге. Енді шопыр жиендерге деп тұреді. Шопыр балаларға дейді, бәріне. Бұл жай үлкен беташардың бастамасы деп түсініңіздер. Анау маусым айында той болады деп, оған дейін келіннің беті ашылмады ғой деген
не беті жарқын жүрсін деп ұлжантай ырымдап жатыр. Түсінесіздер ғой. Кейін ана ақшаларыңызды салып әкеп тойда әдемілеп тұрып беташарға бәріміз аталып жасалынады. Алдыда болады. Сондықтан да осы екі баланың бақыты үшін осылардың біздің жасымызды беріп, жолымызды беріп, біз сияқты 50 жыл, 60 жыл бірге, 70 жылдық тіпті Алланың берген жасын жасап, өбірлі шөбірлі болып, өсіп өніңдер айналайындар. Бақытты болыңдар. Мұғалімсіз ғой ме? Аша беруге рұқсат па? Рұқсат. Маңдайына сүйіп. Ойбай, өзім білем, бірінші ашып жаттан. Басқа бекендердің бәрінің жолын берсін айналайын, бақытты бол жаным. Аппақ келініме әппақ орамалмен бетін ашамыз, бақытты болыңдар. Өзім ақ келіп бақытты олардың ақ орамалын салмай, өзімнің ақ орамалын сал. Болдың, көрімдікті маған беріңіз болды. Қайным, сен қақылдап қойма. Берем. Қалың. Басқа көрмегендер бар ма? Мені шымшып отырсыз.